Karasam, Kıyında buldum. Baştım. Partizanlarını toptum, partizan bulup yürüdüm. Azak. Yarты yıldan soң біздің отряд зорайғаш, бізге бір радистка қызын жіберділер. Біз оның білен бүтін сугышны Берлинге хаттым. Ғайыплымын сінің алды Александр. Оның қызы бар еді. Хәбиі білен угишта тұралар еді. Сугыш біткеш, ол өзіне, мен өзіме қайтып кетеміз деп сөйлештік. Келіп шықмады. Оның білен кеттім. Хәби білген, қызы юғалған. Бізге аны қайдадыр детдомда Иділ бойында деділер. Қайсысы? Білсе білмей. Бүтін дүнияның үсті асқа келген шаға. Шол 2 ел бойына ізледім. 2 елдан соң әнесі өлгеш таптым. Яралардан дәрежері қалмаған еді. Жетмесе, Берлинда мені да шатпады, аяқларын юғалтты. Өз үстімде әштіріп алып шықтым. 2 ел бойына шәби білен мүша кірдім. Аны юындырыр үшін. Шында өзім де юынып шығайдым. Етләптір. Тұрмышымда гілді, яқшы кішілер шықырады. 47-де Александр мәрхім болды. Әйе. Аның есімі де Александр еді. Шолайды. Қызын үстірдім. Қояққа бастырдым. Гүл жазырға ұмтылдым. Жек нешік. Нәрсе дейіп. Хат жолында өт барсында аңлатып бітіріп болмай. Мына азғына сабыр етейім. Yazırmın, böyle beyran bilen kıtlam deyip. Qarasam, 5 yıl ötüp gitken. Soğuş bitkenler 4 min hemen yazam. Gayiplemin senin aldı Aleksandr. Gayibim belki kişer almazsak zordur. Bizim kara. Anladım Alexander. Yılhar gayip saklanma. Bәхетлі бол, Александр.